Ассалаумағалейкум, қадірлі Қазспорт телеарнасының патша көңілді көрермендері. Сіздердің назарларыңызда Көкпар бағдарламасы. Бұл Алматы қаласында өткен көкпардан ересектер арасындағы 17-ші Қазақстан Республикасының чемпионаты. Бүгінгі бағдарламада біз Алматы қаласының құрама командасы мен Маңғыстау облысының құрама командаларының арасындағы ойынды тамашалайтын боламыз. Жалпы Алматы қаласының жігіттері Алатау деген атпен өнер көрсетеді, ал маңғыстаулықтар Адай Ата деген атпен өнер көрсететін командалар екенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Ал чемпионатқа құрама командалары келіп қатысып отыр дәл қазір. Ал міне Маңғыстау облысының құрама командасы сіздердің назарларыңызда. Дәулетбек Омбаев бастайды, Ермек Көбей, Темірлан Сейітбеков, Ербол Ермағанбетов, Болатбек Әлімбетов, Ғалымжан Мұстапаев, Олан Байтөреев, Ынтымақ Әліпбаев, Шымболат Ақпаев, Александр Пупенко, Бақытжан Әзімбаев, Мұсабай Сәрсебаев. Ал Алматы қаласының құрама командасы мына тізімде өнер көрсетуде. Ақылбек Қымызбаев, Серік Жүнісбаев, Нұрлан Бейсенбаев, Елдос Өркен, Дулат Батырбеков, Мадияр Сейдуалиев, Дулат Есенбергенов, Айтбек Нартай, Жантөре Әбдәлі, Жасұлан Үрстенбеков, Нұрболат Оспанов және Шерхан Сәбден. Ортадағы төреші міне Нұрдәулет Момынов. Нұрдәулет Момыновтың баста деген пәрменімен ойын басталды. Ал қапталдағы төрешілер Меңдіғалиев, Жұмабеков және Ерскелді Байтасов. Ал Алматы қаласының команданың жаттықтырушысы Дербіс Байділдаев, команданың жетекшісі Бимағанбетов. Ал Маңғыстау облысында команданың жетекшісі Қанағат Сүйебаев, жаттықтырушысы Бақытжан Кенжебеков. Міне дода басталды. Алматы қаласында өтіп жатқаннан кейін Алматы қаласының көкпаршылары үшін әрине жауапкершілік мол, өз алаңдарында өтуде. Десек те Маңғыстаудың бұл командасы өте тәжірибелі. Соңғы жылдарда ғана даму қарқыны ерекше болғанымен өте мықты командалардың қатарына жатады Маңғыстау облысының көкпар командасы. Әрине бұл жерде екі командаға да артылар жүк жеңіл емес. Сондықтан да шын мықты бұл бәсекенің жеңімпазы атанатын болады. Міне ортада жекпе-жек сайысы Темірхан Сейітбеков пен Жантөре Әбдәлінің арасында. Ашық көк түстегі Маңғыстау облысының жігіттері екенін айта кетейік. Екеуі де көк түсте киімдері. Десек те серкеге жақын түсте тұрған ол Маңғыстау облысының көкпаршылары. Құрметті көрермен, өздеріңізге түсінікті болу үшін ажыратып отырасыздар. Міне Маңғыстау облысының палуандары қазір серкен жерден көтерді. Ортадағы Оди атты тұлпармен. Міне қазір шабуылға шыққанын байқап отырмыз. Десек те алматылықтардың қорғанысы да өте жақсы. Мейлінше қорап дейді, әдіс арнайы. Сол қорап жасау арқылы төрт жақтап төрт атпен серкен ұстаған палуанды ойын алаңның сыртына шығарып жүруге тырысады. Міне қазір қос облыстың, яғни Алматы қаласы мен Маңғыстаудың жігіттері серкені алма-кезек бір-бірінің тақымына алмастырып салып атқанын көріп отырсыздар. Және тамаша шабуыл. Бірақ маңғыстаулықтардың қорғанысы мықты. Серке Алматы қаласының палуандарының тақымына тиген. Серкені тастады шеңберге кеп. Бірақ міне қазір әдемі көрініп тұр бізге де. Серке шеңбердің сызығының жиегінде жатыр бел ортасынан. Сондықтан да бұны санамайды. Бұндай жағдайда ережеге сәйкес осы Алматының шеңберінің тұсында кіші шеңбер сызылған, яғни ортада. Сол шеңберге тастап жалпы командалық тартыс болады. Және қазір Александр Пупенко серкені тақымға басып шабуылға шыққан. Астана қаласының тумасы бүгінде Маңғыстаудың осы Адай Атасында өнер көрсетеді.
Маңғыстаудың жастар құрамасын жаттықтыратын палуан. Ұлттық құраманың сапында бар. Ерекше көзге түсіп жүрген жігіттердің бірі. Міне қазір Александр Пупенканың тақымындағы Серке мәреге жақындады және салым ардақты ағайын. Өте тамаша салым. Тәжірибенің аты тәжірибе. Бірінші салым салған, сонымен Александр Пупенка міне сіздердің назарларыңызда. 1988 жыл туған шабандоз, астындағы тұлпарын Қозыкүрең деп атапты. Міне Астана қаласының тумасы, Маңғыстау облысының ойыншысы. Ойынның алғашқы есебін ашып отыр. Тамаша. Расымен де өзінің тәжірибелі көкпаршы екенін көрсете білді. Міне Нұрдәулет Момыновтың ысқырығы тағы да палуандарға ойынды бастаңдар деген пәрменді бергенін көрдіңіздер. Ерден сыпырылып түсіп қалып еді, қайтадан бірден атқа қонып Маңғыстаудың жігіттері ойынды бастады. Міне Алматы облысы, Алматы қаласының палуандары Серкен жерден көтеріп тақымға басты. Енді өз шеңберіне қарай тартуға тиіс еді, бірақ Серкен жерге қайтадан түсіріп алған екен. Есеп 1-0, маңғыстаулықтар алды. Жалпы Маңғыстау облысының көкпарының дамуында Қанағат Сүйбаевтың еңбегі ерен екенін айта кеткенім жөн. Осы команданың жетекшісі, өзі таеквондо спортынан спорт шебері, Маңғыстаудың намысын көтерген қазақтың жігіттерінің бірі. Қазір таңда осы ұлттық спортымыз көкпарға ерекше ден қойып, клубты басқарып, жігіттерді жасақтап, жан-жақтан мықты осы Дәулетбек Омбаев, Александр Пупенка сияқты палуандарды жинап, Маңғыстаудың көкпарын көтеруде. Міне тағы да Маңғыстау облысының жігіттері шабуылға шықты. Мұсабай Сәрсебаев болуға тиісті және жоқ қабая. Жеке дара шыққан, әдемі салым салуға мүмкіндік бар еді. Бірақ Серке мәреден шығып кетті. Алматы қаласының жігіттері тиісінше Серкен тақымға басты. Тақым кеш палуандар кішкене жетіспей тұрған сияқты алматылықтарға. Бұл 11-ші нөмірдегі Алматы қаласынан Нұрболат Оспанов қазір Серкен тақымға басып жүрген. Тақымы мықты палуандар болса, сүйреп болсын Серкені мәреге аппаратының өздеріңізді жақсы білесіздер. Міне қазір ойыншылар алмасып жатыр алаңдағы маңғыстаулықтардың тарапынан. Қараңыздар, қандай тартыс, қандай бәсеке. Мәренің үстінен өтіп кетті. Міне алматылықтардың Серкені қалай айырылып қалғанын көрдіңіздер, қарсыластарына беріп қойған. Бұл 7-ші нөмірдегі Ұлан Байтөреев қазір Серкені тақымға басқан. Маңғыстаулықтардың кезекті шабуылы. Ұлан қазір командалық әріптесі Мұсабай Сәрсебаевқа Серкені беруге тырысқан, алайда ойын алаңының сыртына шығып кетті Серкемен қоса. Міне Мұсабай Сәрсебаев сіздердің назарларыңызда Серкені алуын алды, дегенмен ойын алаңының сыртына шықты. Енді ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болады. Қазір Нұрдәулет Момыновтың пәрменімен ортада жекпе-жек сайысын басталғанын көріп отырсыздар. Темірхан Сейтбеков пен Жантөре Әбдәлі тағы да. Жалпы Нұрдәулет Момынов қазір таңда төрешілікке ақырындап бет бұрғанын осы 1-2 жарыстан Қазспорт телеарнасы арқылы да қалың көрермен өте жақсы біледі. Десек те көкпаршы ретінде атаңызға айналған спортшы Нұрдәулет Момынов Қазақстан Республикасының 9 дүркін чемпионы ересектер арасындағы сонау ең алғаш 2000-2001 жылдары чемпионат алғаш рет Қазақстанда басталған кезде
осы чемпиондық атақпен шымылдығын түрген Әулие Ата командасы болатын. Сол Әулие Атаның сол кезден бастап ең бетке ұстар ойыншыларының бірі болып келеді. Және әлі күнге дейін өнер көрсетеді десек те, қазір таңда осы төрешілік, жаттықтырушылық қызметке қарай ойысып жатқаны қалың жанкүйерге белгілі. Бұрыннан жаттықтырушылық қызметі бар. Талай Әулие Атаның жастарын тәрбиелеген кәнігі маман. Десек те, осы түбегейлі осы жағына кетуге толықтай шешім шығарған жоқ, бірақ алдағы уақытта шешім шығару мүмкін. Бұл Нұрдәулет Мамыновтың Қазспорт телеарнасына берген сұхбатында айтқан сөзі болатын. Міне қазір тағы да Серкені ойын алаңның сыртына шығарып алғанына куә болып отырмыз. Қазір Серкені қайтадан ортадағы шеңберге тастады. Тағы да жекпе-жек. Ермағанбетов пен Әбдәлінің арасындағы бұл тартыста кімнің мерейі үстем болады екен? Міне Алматы қаласының палуаны Жантөре Серкеге еңкейіп тақымға басты. Оң қаратып әдемілеп қос сирақтан ұстап оң тақымға басып алғанын көріп отырсыздар. Аттың тізгінін бұрып қарсыласынан шығып кетуге жағдай тудырғысы келген, бірақ бұл әрекеті қиынға соға тұрып. Десек те міне жеке дара шықты. Тамаша шабуыл жасауға мүмкіндік бар. Ат сүрініп қалып жатыр. Міне шыққан жоқ ойын алаңнан, бірақ Серкені жерге тастақ қойған екен. Әлі де Серкеге дейтін талас. Қос команданың жігіттері кезек-кезек еңкеуде Серкеге. Кім бірінші болып алар екен? Серкеде мені кім алады екен деп жатқан сыңайлы. Алматылықтар тағы да Серкені жерден көтеріп кетті. Тамаша жеке дара шыққан сәті. Алматы қаласының палуандары үшін бұл тамаша мүмкіндік. Қабая. Қап. Әдемі шыққан еді. Ертеректе тастады дегенмен аттың жылдамдығына есептей алмаған сыңайлы. Әдемі мүмкіндікті жіберіп алды қазір Алматы қаласының палуандары. Тура мәре сызығының жанында жатыр Серке. Жай ғана қолмен іліп тастай салса да салым болуға мүмкіндік бар. Жерден 1 минуттың ішінде Серке көтерілмейтін болса, онда төреші ойынды тоқтатуға тиісті. Сол үшін де Маңғыстаудың жігіттері Серкені жерден көтертпей жатқанын көрдіңіздер, бірақ міне әдемі мүмкіндік пайдаланып Маңғыстаудың палуандары Серкені жерден көтеріп, міне оң тақымға ыңғайлап басып алуға тырысуда. Ауыздығымен алысып аттарда қалай бұрқанып шауып келе жатқанын көріп отырсыздар. Көкпардың қызығы осы ағайын. Тағы да Серкені ойын алаңның сыртына шығарып алды. Ортада жекпе-жек сайысы болады. Темірхан Сейітбеков, Жантөре Әбдәлі. Темірлан Сейітбеков қазір міне Серкені тақымға басты. Сол жақ тақымына басуға ыңғай білдіріп, тіпті командалық әріптесіне ұзатып жіберуге де тырысқан. Десек те үлгере алмай қалғанын көріп отырсыздар. Қапталдағы төрешінің қызыл жалауы көтерілді. Демек, ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болады деген сөз. Темірлан мен Жантөре қайтадан айқасқа түсті.
әзірге екеуі де еңкейер емес. Міне қараңыздар, қандай аттардың үстінде отырған шабандоздарға жағдай жасап беріп жатқанын көріп отырсыздар. Міне енді алуға тиісті енді. Егер 2 минутта Серке жерден көтерілмесе, онда атта адам да ортадан ауысатын болады. Сондықтан ертерек жерден көтеріп шабуылға басқандар ыңғайлы, өздеріне тиімді. Міне Маңғыстаудың палуан Серкен жерден көтеріп тастап кетті. Оны әдемі пайдаланған алматылық Жантөре. Бірақ Маңғыстаудың палуандары да оңай шағыла салатын жаңғақ емес. Ондай дүниені қалт жібере қоймайды. Қарсыласынан жұлып өз тақымына басуын бастақ Маңғыстаудың Қарт Каспийдің жағасынан келген жігіттер. Бірақ бәрі де тым кешеді. Ойын алаңының сыртына шығып кетті. Енді ортада қайтадан жекпе-жек сайыс болуға тиісті. Бүркітші шүйіліп ортадағы шеңберде жатқан Серкеге қос палуанда бірінші болып мен алам, бірінші болып мен алам деп ыңғай білдіріп тұр. Еңкеюге тиісті. Міне, жоқ. Қол жетпей қалды. Кімнен қорқып тұрғаны екеуіне де түсініксіз сияқты. Ат міне қапталын төсей қалады. Осындай кезде міне Серкен жерден еңкейіп алды да сол қолмен көтергенмен оң тақымға аттың алқымынан айналдырып әкеп тастады. Бірақ әзір толықтай басып үлгерген жоқ. Алматылық Жантөре жапса кетті Серкеге. Темірлан былқ етпейді, қараңыздар. Аттың сауырына қамшыны баспай-ақ тебініп қалып ет бауырдан. Алға қарай еркіліп жүргенін көрдіңіз. Бірақ қалыңды да басталып кетті. Серке кімнің тақымында қалар екен? Сол әрине салым салуға бір табан жақындайды. Маңғыстаулықтар мәреге жақындап келеді. Міне қалай болар екен? Бұл салым, ардақты ағайын. Өте тамаша. Керемет салымның куәсі болдық. Міне сіздердің назарларыңызда бұл салымның авторы 12-ші нөмірдегі Мұсабай Сәрсебаев. 1981 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпары Тұмар. Міне Маңғыстаудың ойыншысы бірінші кезеңнің ең соңғы минуттарында таяған тұста тамаша салымға қол жеткізді. Қалың додамен бар. Не әдемі салымның куәсі болып отырмыз. Тамаша. Міне бірінші кезеңде аяқталды. Есеп 2-0. Маңғыстау облысының жігіттері алда. Бұл алматылықтардың ең алғашқы шабуылы нәтижесі аяқталған еді. Соны режиссерлар назарларыңызға ұсынып отыр. Бұл Маңғыстаудың шабандозы Александр Пупенканың алғашқы салымы. Ал бұл жерде қалың додамен барып салған салым. Енді ғана арнамызға қосылған көрермендер болса айта кетейік, Казспорт телеарнасының эфирінде көкпар бағдарламасы Алматы қаласында өткен ересектер арасындағы 17-ші ел чемпионатының бұл екінші ойыны Маңғыстау облысы мен Алматы қаласының арасында өрбуде. Бірінші кезеңнің нәтижесінде Маңғыстау 2-0 есебімен алда. Маңғыстаулықтардың кезекті шабуылы Дәулетбек Омбаев бекен. Тақымға басқан.
қазір Александр Пупенкаға Серкен ұзатып берді. Астана қаласының тумасы, Аманжол Хасеновтың шәкірті, Қуан Құрамаевтан тәлім алған, ұлттық құрамада жүріп өте мықты палуан Александр Пупенка міне. Жүректі білекті жігіттердің бірі һәм бірегейі. Ақылбек Қымызбаев қазір Серкеге жармасқанын көрдіңіздер. Қараңыздар, қалай қапыда қалдырып кетті қарсыласын. Міне! Сәл ғана кеш тастады Серкен. Әлде жалғастыруға болады дәл осы жерден. Алматылықтар міне Серкені тақымға басып кетті. Дулат Есенбергенов тақымға басқан. Бірақ бұл әрекеттен ештеңе шыққан жоқ. Еңкейік шақ екен Алматының балуандары. Бірақ соны ары қарай Серкен тақымға басқаннан кейін соңына дейін апарып мәреге тастай алып жатқан жоқ. Осының нәтижесінде де 2-0 есебімен маңғыстаулықтарға есе жіберіп келе жатыр. Серке ойын алаңының сыртына шықты. Демек ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болады деген сөз. Ортадағы төреші Нұрдәулет Момыновтың пәрменімен ортада жекпе-жек басталады. Бұл жолы кім шығады екен? Темірлан мен Жантөре қайта айқасқа шыға ма, әлде басқа ойыншыларды басқа атпен шығара ма екен? Жаттықтырушылар қандай тактика қолданды, қандай айла тәсілге басады, ол әзірге бізге беймәлім. Жасұлан мен Бақытжан шығыпты бұл жолы. Рүстембек және Әзімбай. Міне 13 нөмірдегі Рүстембеков Жасұлан. Ал оның қарсыласы Бақытжан Әзімбаев. 11 нөмірде Оди Жануар Маңғыстаудың бетке ұстар жекпе-жекке бейматы олса, еліміздегі мықты аттарға Лазер сияқты, Байторы сияқты сәйгүліктерге қарсылық көрсетіп жүрген аттардың бірі. Міне қазір екі палуанда 2 минуттың ішінде Серкен жерден іле алмағаннан соң төреші ойынды тоқтатты да басқа көкпаршыларды шығарды. Міне Жантөрені қаққаны үшін қазір қарсыласын Қаранарға отырғызуға бел буған екен Нұрдәулет Момынов. Есесіне алматылықтар асықпай Серкені тақымға басып алуға мүмкіндік алды. Міне қазір айналып барып шабуыл жасауға мүмкіндік алды Жантөре. Қараңыздар, қалай тамаша шықты. Енді басу керек. Қабая жетіп алды. Қамшы баспай ма шіркін-ай? Алаң кең, мүмкіндік бар. Көсіліп тұрып шабуға. Сондықтан қамшыны басып мәреге жақындау керек еді. Бірақ қазір енді ойын алаңның сыртына шығып кететін болды. Айтып ауыз жиғанша бұл да бір олқылық болды. Ортада тағы да жекпе-жек. Жасұлан Рүстембеков пен Мұсабай Сәрсебаев. Міне, Мұсабай Сәрсебаевтың еңкейіп тұрып, сол тақымға жақсылап тұрып басып алып атқан сәті және әдемі шықты. Қараңыздар қандай. Жеке дара. Шығып кетуге мүмкіндік алды. Командалық әріптесіне Серкен ұзатуға тырысқанымен бұл әрекетінен ештеңе шыққан жоқ. Серке ойын алаңның сыртына шығып кетті. Әттеген ай болса.
Ортада қайтадан жекпе-жек сайысы өрбейтін болады. Мұсабай Сәрсебаев пен Жаслан Рүстембеков қайта шықты. Атты қамшылап қазір Серкеге жақындата алмай жатқан сәтіне куә болып отырмыз, және Жасланның Серкеге еңкейген сәті қалай болар екен? Тақымға басып үлгеріпті. Тақымға басты Серкені. Енді шабуылға шығуға тиісті. Бірақ Маңғыстаудың жігіттері жан-жақтан қысып Жантөрені жүргізер емес. Шықты десек те Жантөре, міне қазір әдемі өтіп кетуге мүмкіндігі бар. Қараңыздаршы, қандай мықты палуан. Серкені тақымға басып, ар шауып, бер шауып, оны кеп сол қапталдан 2 рет қақты қазір. Осылайша Маңғыстаудың жігіттері Серкені ілген бойы міне Александр Пупенко ойын алаңының сыртына шығарып жіберді. Жекте жатқан Серкені тартып ойынның берекесін қашырғаннан осы ортада қайтадан жекпе-жектен алып асықпай шапқан дұрыс па деп ойласа керекті. Ортада жекпе-жек сайыс қайтадан. Темірлан мен Айтбектің артай шыққан екен. Міне Айтбек артында тұр Темірланның. Темірлан бір табан жақын Серкеге еңкеуге. Еңкейш палуан міне ілді. Оң тақымға қарай алады қазір. Жоқ, сол күйі Серкені басуға бел буған екен. Сол тақымға басты Серкені. Бозатпен Серкені тақымға басқан Маңғыстаудың палуаны, бірақ төреші ойынды тоқтатты. Өйткені екінші нөмірдегі Алматы қаласының ойыншысы Серік Жүнісбаев ережені бұзған екен. Аттың жүрісін екпіндетпей кеп қаққан. Сол себепті 2 минутқа қазір қаранарға отырғызылатын болады. Міне Дәулетбек Омбаев әдемі салымға қол жеткізді. Қараңыздар, жай ақырындап келді де, бұл жерде Дәулетбекке Алматы қаласының аттарының тұяғының сүрінгенінде үлкен пайда болған сыңайлы. Қараңыздар, мына жерде міне сүріне кетті. Дәулетбек Омбаев міне бірінші нөмірдегі Бозатпен шыққан, Бозатпен енді ғана ойынға қосылған ойыншы тамаша салымға қол жеткізді. Қараңыздар, әдемі өтіп кетті де міне. Хоп, мәреге Серкені қақ ортасына тастайды салым. Есеп 3-0. Бұл салымның авторы Дәулетбек Омбаев. Сонау Жамбыл облысынан шыққан, алғашқы Әулиеатаның сапында өнер көрсеткен, құрамада, ұлттық құрамада өнер көрсеткен ат шулы көкпаршы. Астындағы тұлпарын Ақтау деп атапты. 1975 жыл туған шабандоз Дәулетбек Омбаев. Қазір 40-тың қырқасынан асса да әлі күнге шейін аттың үстінде көкпар көрсетіп жүрген жайы бар. Міне тағы да маңғыстаулықтар Серкені тақымға басты. Міне шабуылға шығуға тырысып бағуда. Қазір командалық әріптесін іздеп жүрген сияқты. 6-шы нөмірдегі бұл Ғалымжан Мұстафаев. Ғалымжан мәреге жақындады. Қалай болар екен? Қабая тура мәренің үстінде тұрып, осыншалықты қатты тастайтындары таңғалдырады әрине. Тамаша салым болуға мүмкіндік бар еді. Ол мүмкіндіктен айырылды маңғыстаулықтар. Десек те ұтылып келе жатқан жоқ қой. Жеке дара шыққан кезде бір салымның боларына
жаттықтырушылар да сеніммен қарап отыратындары түсінікті, бірақ оны ақтай алған жоқ. Ғалымжан Мұстафаев. Тағы да маңғыстаулықтар серкен жерден көтерді. Мұсабай Сәрсебаев па әлде Бақытжан Әзімбай ма? Кімнің тақымында кетті серке? Міне, мәреге жақындады. Міне, тамаша. Әдемі тастады. Бұл салым. Мұсабай Сәрсебаев екен, ардақты ағайын. Міне сіздердің назарларыңызда. 1981 жыл туған шабандоз. Маңғыстаудың 12-ші нөмірінде өнер көрсетеді. Астындағы тұлпары Тұмар. Мұсабай Сәрсебаев бірінші кезеңде де қорытынды салымды салған шабандоз болатын. Екінші кезеңде де екінші салымға қол жеткізіп, есепті 4-0-ге тақап қойды. Алматылықтар әзірге ешқандай салымсыз, бірақ десек те Алматы қаласының палуандары 2-3 мүмкіндіктерін, тамаша мүмкіндіктерін жіберіп алды. Біресе қатты тастап, созып тастап серкені. Тура мәренің үстіне барған кезде тәжірибелі палуандар расымен шиіріп тұрып тастайды серкені. Осының нәтижесінде ойнақтаған күйі ортада қалып қояды. Солай тамаша салымға қол жеткізіп жүр. Ондай палуандар мынау әсіресе оңтүстік облыстарда, еліміздің Жамбыл бар, оңтүстік Қазақстан бар, Қызылорда бар. Сол өңірлердегі жаппай көкпардан шыққан палуандар, өйткені жаппайда жерге шабатын өздеріңіз жақсы білесіздер. Серке тағы да ойын алаңның сыртына шығып кетті. Ортада жекпе-жек сайысы. Бұл Бозатта Маңғыстауға бір салым салды. Дәулетбек Омбаев тізгіндегенде. Ермағанбетов пен Қымызбаев, Ақылбек Қымызбаев та Жамбыл облысының тумасы, қоланнан шыққан мықты ойыншылардың бірі. Бәйгеге ат жаратады, көкпарға баптайды тұлпарларда. Кәнігі атбегілердің бірі, сонымен қатар мықты тәжірибелі ойыншы. Алматы қаласының көшін бастап шығып тұр. Маңғыстаудың жігіттері тағы да серкен жерден көтеріп тақымға басты. Бұл 6-шы нөмірдегі Ғалымжан Мұстафаев болатын. Ғалымжан тамаша бір мүмкіндіктен айырылған, өздеріңіз жақсы білесіздер осының алдындағына. Міне Алматының палуандары Дулат Есенбергенов қазір серкен тақымға басып шабуылға шықты. Серке Дулат Есенбергеновтың тақымында, оған жармасқан маңғыстаулықтар ойын алаңының сыртына алып шықты. Нәтижесінде ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болады. Бұл жекпе-жекке бұл жолы кім шығады? Әзірге белгісіз. Маңғыстаудың жігіттері 4-0 есебімен алда келе жатыр. Осылайша өздерінің мықты екендерін дәлелдеуде. Енді қалған 5 минуттай ғана уақыт бар. Бұл қалған уақытта Алматының жігіттері 4 салымды салып қуып жетіп таразбасын теңестіре ала ма, алмай ма, ол әрине белгісіз. Бір үміт, бір күдікпен қарайтын дүние. Серкеге барлық жігіттер таласа беруге мүмкіндік алды. Ортадағы шеңбердің сыртында жатыр. Дәулетбек Омбаев міне Бозатты тізгіндеп тура серкенің түбінде тұр, еңкеуге тиісті.
Әлі де Серке жерден көтерілген жоқ. Міне Алматы қаласын жігіттер еңкейгенімен Қабая ала алмай қалды. Тағы да Серке біраз уақыт жерден көтерілмесе, онда төреші ойынды тоқтатуға тура келеді. Міне бәсекені тоқтатты. Ортада жекпе-жек сайысына кезек береді енді. Уақыттың аяқталуына да таяп қалдық. Міне жекпе-жек басталуға тиесілі. Міне ысқырығы естілді. Темірлан мен Дулат. Қалай болар екен? Серкеге бірінші кім жетеді? Алматы қаласының палуаны Дулат Есенбергенов тіпті әрекет жасағысы келмейді. Еңкейген кезде барып қарсыласын қағып шығарып, өзі тақымға басуға Серкені ыңғай тудырам деп ойлаған, бірақ ол әрекетінен ештеңе шыққан жоқ. Маңғыстаудың жігіттері қайтадан жерге еңкейгенімен Серкені тақымға баса алмады. Міне Темірланның тағы бір мүмкіндігі бар еді, тамаша. Еңкейген жақтан кеп қағуға болмайтынын барлығы да жақсы біледі. Міне қараңыздар, екеуі бірдей қазір Серкеге жетті. Жармаста Дулаттың білегі күшті екен, жұлып алып кетті. Бір сілкегеннен беріп қойғанын көрдіңіздер. Бірақ одан не пайда? Серке қайтадан ойын алаңның сыртына шығып кетейін деп жатса. Тағы да тартыс, тағы да талас. Міне қапталдағы төрешінің қызыл жалауы көтерілді. Демек ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болады деген сөз. Кім бірінші еңкейер екен? Александр Попенканың өзі шықты. Бірақ Нұрлан Бейсенбаев қазір Серкені тақымдап кетті. Алматылықтардың кезекті шабуылға шығуға мүмкіндігі бар. Басу керек, қамшыны жақсылап. Міне, мәреге жақындап қалды. Қабая. Маңғыстаулықтар Серкені тастатқан жоқ. Қандай жылдамдықпен келіп еді? Маңғыстау облысының палуаны міне Серкені тақымға басып, алаңның жиегімен шабуылда. Міне өтті. Бірақ Александр Попенка шабуылды соңына дейін нәтижелі етіп жеткізе алған жоқ. Төрешінің ысқырығы естілгенін көрдіңіздер. Осылайша қос командаға берілген уақытта өз мәресіне жетті ағайын. Сонымен Маңғыстау облысы мен Алматы қаласының арасындағы ойынның қорытындысында 4-0 есебімен Қарт Каспийдің жағасынан келген жігіттер олжалық айтты. Есеп 4-0, Маңғыстау командасы жеңіске жетіп отыр. Бұл Алматы қаласында өткен көкпардан ересектер арасындағы 17-ші Қазақстан Республикасының чемпионаты барысындағы ойындарды Қазспорт телеарнасы өздеріңіздің назарларыңызға ұсынып отыр. Құрметті көрермен, әр аптада қызықты бәсекелерді тамашалайтын боламыз. Сондықтан әрбір шаңырақта Қазспорт телеарнасы қосулы тұрсын. Бұл бағдарламаның режиссерлары Руслан Дәулетов және Жарқын Барақбаев және Нұрсұлтан Темірханов. Ал комментатор мен Қайырхан Мәулен. Аман, сау болыңыздар.